Балалар, мен сендерге бүгін бір жұмбақ айтайын. Сендер жұмбақтың шешуін тауып көріңдер, жарай ма? Түсі жоқ, дәмі жоқ, пайдаланбас. Түсі жоқ, су. Дұрыс айтасыңдар. Судың дәмі бар ма, балалар? Түсі бар ма? Жоқ. Бірақ біз сусыз өмір сүре аламыз ба? Балалар, менің дұрыс естіп тұр? Қандайшы? Біреу суды сөндірмей кеткен, солай ма? Сөндірмей кетуге бола ма солай? Әрине болмайды. Қолды жуғаннан кейін міндетті түрде суды сөндіріп кету керек. Себебі су не істейді? Бітіп қалады, азайып кетеді, солай ма? Босқа төгуге болмайды екен. Ой, балалар қараңдар. Жаңағы кранның бір тамшысы менің қолыма келіп түсті. Бәріміз күлімдеп амандасайықшы. Сәлемет сендермен, балалар, тамшы сендерге өте мұңайып келіп тұр. Қараңдар, оның достары, өзен, көлдер азайып бара жатыр екен. Кейбір адамдар дұрыс пайдаланбағандықтан өзен көлдердегі сулар азайып, ішетін су азайып бара жатыр екен. Сондықтан да балалар, біздер осы тамшыға өзіміздің су туралы не білетінімізді айтамыз ба? Олай болса, барлығымыз тәжірибе алаңына барайық. Жүріңдер балалар. Келе ойындар балалар. Біздер тұра қойып. Балалар, біздер тәжірибе алаңына келдік. Қараңдаршы, мына жерде қазір мен кранның аузын ашамын. Кранның аузын ашқан кезде не болады? Не істейді қараңдар? Су ағады. Енді біздер мына бос ыдыстың ішіне суды ағызып жатырмыз. Көріп тұрсыңдар ма? Осылай ағызып кетуге бола ма? Кәне енді мен кранның аузын жабайын міне. Босқа ақпас үшін кранды жауып қою керек. Көріп тұрсыңдар ма? Енді жаңағы біздің бос ыдысымыздың ішінде не бар балалар? Су бар. Мөлдір суымыз бар, таза суымыз бар. Ал енді біздер осы суды ішпесек, ол кезде не істейміз? Төгіп тастауға бола ма? Жоқ. Ал не істеуіміз керек? Ішу керек. Немесе гүлдерге құямыз, де балалар? Гүлдерге құюға болады. Босқа ағызуға бола ма суды? Босқа ағызуға болмайды екен. Өте дұрыс айтасыңдар. Қазір балалар, сендерді екі топқа бөлемін. Ол үшін сендер мына біздің шелектегі мынадай карточкаларымызды таңдап аласыңдар. Қолдарыңды саласыңдар да аласыңдар. Содан соң балалар, кімнің қолында мынандай қар болса, ол қардың суреті бар, столға барады. Кімнің қолында жаңбыр болса, ол жаңбырдың суреті бар, столға барады. Жарай ма балалар? Кезектесіп аламыз, таласпаймыз, бәрімізге жетеді, шеттен аламыз. Жайлап бара береміз, бір-бірлерін. Бір-бірден тездетіп аламыз да, өзіміздің үстелімізді тауып бара береміз. Әнкей, өзіміздің тоғымызға барамыз. Өз үстелдеріңді таба қойыңдар балалар. Барлығын алдыңдар ма балалар? Балалар, қазір мен екі топқа да бірдей тапсырма беремін. Бұл тапсырма дұрыс және бұрыс деп аталады. Сендерге қазір мына экраннан сурет көрсетемін. Дұрыс болса, мынадай белгіні көтересіңдер. Ал бұрыс болса, мынадай белгіні көтереміз. Бірақ мына үстелдің үстінде қоңырау бар. Кім бірінші басар, сол бірінші жауап береді. Түсінікті ма балалар?
солай ма? Неге дұрыс емес, Раяна? Өте дұрыс. Өйткені суды қатты ағызуға болмайды. Келесі экранға қарайық, барлығымыз қараймыз. Дұрыс емес. Кім басты бірінші? Аяна басты, Аяна айта ғой. Дұрыс емес дейді. Неліктен дұрыс емес? Ағызып тұруға болмайды. Өте дұрыс айтасыңдар. Келесі суретке қараймыз. Ойланамыз, балалар. Ойланып жауап береміз. Кім бірінші басты? Сәпия. Мына жақтан Сәпия басты. Өте дұрыс. Сәпия айта ғой. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Қане неліктен дұрыс? Неліктен дұрыс? Я, тіс жуып жатқанда жауып қою керек. Дұрыс айтасың. Өте дұрыс. Келесі суретті қарап жіберейік. Барлығымыз дұрыс деп тұрсыңдар. Кім басты бірінші? Али басты. Али айта ғой. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс емес дейді. Неліктен дұрыс емес деп ойлайсың? Көп ағызуға болмайды, ойнап тұруға болмайды. Суға түскенде ойнап тұруға. Ал неліктен сендер дұрыс дедіңдер? Жақсы. Бірінші Батырхан басыпты. Дұрыс па, қара, бірінші ойланып ал. Қайтайыз, карточканы көрсетші. Дұрыс емес. Неліктен дұрыс емес? Неге бұрыс? Çok güzel siyah. Ya tezin şeletke su kuyuğa olmaydı. Dalağa ağır жатыр, солай ма? Келесін. Нұрсұлтан айта болсын. Нұрсұлтан, дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс емес дейді. Кәне карточканы көтеріп, қай карточканы? Рәтір баба. Нұрсұлтан жауап беріп жатыр. Дұрыс емес дейді. Неге дұрыс емес, Нұрсұлтан? Айтамыз. Дұрыс. Руды шашып ойнауға болмайды екен. Дұрыс. Келесі суретке қарайық. Қане ересіп бірінші ол. Карточканы көтеріп ғой. Айта ғой. Дұрыс па, дұрыс па? Неліктен дұрыс? Неге дұрыс? Гүлді суарып жатыр, да? Гүлге су құйып суарып жатыр. Өте дұрыс айтасың. Келесі. Кім бірінші басты? Имран басыпты. Балалар, қараңдар. Жақсы, айарып айта ғой. Неге дұрыс емес? Өйткені суға не істеуге болмайды? Қоқыс төгіп бүлдіруге болмайды. Ол суды сосын іше ма? Ішуге болмайды, тастауға болмайды екен. Өте дұрыс. Нұрсұлтан басты, ал Нұрсұлтан айта ғой. Дұрыс па, дұрыс па? Дұрыс емес дейді. Достарым көмектесіп жатыр. Дұрыс емес дейді. Неліктен дұрыс емес? Дұрыс, суды төгіп істеуге болмайды. Екі топтың балалары да өте ақылды екен. Екі топтың балалары да жақсы жауап берді. Достық жеңді. Солай ма балалар? Иә. Қарайсыңдар. Қазір екі топқа тапсырма беремін. Бірінші жаңғыр тобына мынадай тапсырма беремін. Су қайда жасырынған деген дидактикалық ойын ойнаймыз фонарикпен. Ал екінші топқа мен мынадай шығармашылық тапсырма беремін. Балалар, қазір
сендер мына тамшының астындағы не жасырынғанын табасыңдар, су қайда кездеседі екен. Оны қарау үшін мына фонарикпен астынан қарап, судың қай жерде кездесетінін айтып бересіңдер. Жарай ма балалар? Астынан қарайсыңдар осылай. Әрқайсың бір-бір тамшыдан ала қойыңдар. Балалар, қазір сендерге тапсырма, шығармашылық тапсырма. Мінекей, біреуінде мына суретте балалар мүсіндейсіңдер, түстерін тауып, ермек сазбен. Жарай ма? Ал мына суретті түстерін тауып, фломастермен бояйсыңдар. Өз қалауларың бойынша. Жарай ма? Балалар, әне қарай, аяғым, сенің тамшында не жасырынған екен? Су ненің ішінде жасырынған? Шайнектің ішінде жасырынған. Су шайнекте болады екен, солай ма? Келесі кім көрсетеді? Мен. Мына жерде айта ғой. Өркен айта ғой. Не бар мынау? Қарай ғой, тамшының астына. Не көріп тұрсың? Су қайда болады екен? Су қайда болады екен тағы да? Тауда болады екен. Жақсы. Өте жақсы. Раян айта ғой. Сен су қайда болады екен? Атауда. Мұзда болады екен, де? Мұзда болады екен. Жақсы. Көрсете ғой. Сен неге қарамай отырсың, қане? Астынан қараймыз, Нұрғали. Су қайда екен? Қайда тұр екен су? Кранда. Достарым саған көмектесіп жатыр. Өте дұрыс. Қайсы? Қайда болады екен су? Қайда болады екен, Имран? Суда болады. Қандай суда болады екен? Аквариумда болады екен, не? Аквариумда болады екен. Келесі. Қане қарай ғой, Нұрсұлтан. Қайда екен? Қайда? Не мынау? Қарда болады, су қарда болады екен, дұрыс. Қане айта ғой? Әдина, қайда болады екен? Теңізде болады, теңізде су болады екен, өте дұрыс. Келесі Кавсар, су қайда болады екен? Аквариумда? Аквариумда болады екен, өте дұрыс. Қаттырақ шығарбай? Қайда екен? Бокалда екен, дұрыс, стаканда. Жақсы балалар, фонариктерді сөндіріп қойыңдар. Ай, Өркендікін қарамақпыз. Ай, Өркен, сен су қайда екен? Өзенде? Өзенде дейді, өте дұрыс айтасыңдар. Жақсы балалар, фонариктерімізді қоя қоя. Балалар, сонымен су қайда болады екен? Кранда болады екен, тағы қайда болады екен? Тауда болады екен, тағы қайда болады екен? Стаканда болады екен, тағы қайда болады? Қайда болады? Өзенде болады, теңізде болады. Солай ма? Жарайсыздар, өте жақсы орындадыңдар. Балалар, кәне кім орындап болды екен мына топта? Кім бірінші орындап болды екен? Көрсете қойыңдар. Өте, мына топта жұмысты. София, көрсете қой ал. Сен не боя, не істедің? Боядың ба, әлде мүсіндедің ба? Боядым. Жақсы. Көрсете ғой суретіңді. Балаларға көрсете ғой. София,
тамшыларды бояған екен, солай ма? Көрсете ғой. Томиристе тамшы. Жаңбырдың тамшысын бояған екен. Біздің Али мүсін беріп жатыр. Өте жақсы. Әрқайсысы өз қалаулары бойынша жұмыс жасап жатыр. Өте жақсы. Біздің Али бұлтпенен шөптерді мүсіндеген екен. Қалғандарымыз сурет салған екенбіз. Өте жақсы. Біздің балалар қандай шебер. Шетіне. Жарайсыңдар. Кімнің жұмысы әдемі болды? Кім өте әдемі? Балалар, мен деп айтпау керек. Достарымдыкін де бағалау керек. Қараш, Батырхан, кімнің жұмысы әдемі болды? Раян айта қойшы, кімнің жұмысы әдемі болды? Жігердікі дейді, кәне көрсетейік. Мына топқа да көрсетейік. Қалай ойлайсыңдар? Әдемі екен, өте жақсы. Жігер өте әдемі жасаған екен. Жарайсыңдар. Ал мына жақта топтар, бұлар да өз тапсырмаларын, өз ойындарын жақсы ойнады. Кәне, осы тарапта қояйық бір-бірімізге. Жарайсыңдар. Бәріміз орнымыздан тұрып, серуен жасап жіберейік кәнекей. Экранға қарай. Балалар, демалып қалдыңдар ма кішкене? Демалып қалдыңдар ма? Су тіршіліктің мәні дейді. Балалар, солай ма? Олай болса барлығымыз орнымыздан тұрып, ортаға қарай келіңіздер. Ортаға келіп, балалар, шеңберге тұра қойып. Мына жерде үлкен өзен бар. Өзенді айнала шеңберге тұра қояйық кәнекей балалар. Балалар, қараңдар, ортада үлкен өзен тұр. Көріп тұрсыңдар ма? Ол өзеннің суы тартылып бара жатыр екен, азайып. Ал біздің алдымызда, сендердің алдарында, тамшылар бар, жаңбырдың тамшылары. Қазір бізде тамшының астында қандай сурет бар? Тамшы кімге, неге, не үшін керек екенін айтып, балалар, өз тамшыларымыздағы сурет бойынша айтамыз да, өзенге өз тамшымызды құямыз. Сөйтіп, үлкен теңізге айналдырамыз. Жарай ма балалар? Ал бәрі, кәнекей, ала қойыңдар. Бір-бірлеп айтамыз, бір-бірлеп. Бір-бірлеп айтамыз, балалар. Қоймай тұратыңыз. Айта қойыңдар. Кім айтқысы келеді? Ал Раян айта ғой. Не үшін керек? Дұрыс, сумен отты сөндіреді екен. Жақсы, тағы да кім айтады? Один айта ғой. Один айта ғой. Сенің қолыңда не бар? Кәне бір-біріңе көмектесуге болады, балалар. Бір-біріңе көмектесіңдер. Кәне айта ғой. Көрсете ғой суретін. Айта ғой. Айта ғой. Олар да жүндейді, солай ма? Олар да жуынады құстарға. Тағы да кім айтады? Айын айта ғой. Пілдер су ішеді дейді. Олар да суға не істейді? Шомылады, өтеді, орнына қоя ғой. Апар өзіңді. Айтқандар жайлап қоя береді балалар. Айта ғой, Жігер. Жігер айта ғой. Аққу сендер.
Аққу суда жүзеді деп өте дұрыс айтасың. Қоя ғой. Айта ғой. Айта ғой. Не істейді? Адамдар не істейді? Сумен не істейді? Кір жуады деп дұрыс айтасың. Кір жуады, сумен кір жуады. Я, не істейді мамаң сені? Мамаң не істейді? Сумен не істейді? Ыдыс жуады. Дұрыс, ыдыс жууға керек екен. Жақсы. Аяру айта ғой. Не істейміз дейді? Сумен. Тіс жуамыз, тісті тазалаймыз суменен. Қоя ғой. Не істейміз? Басымызды, шашымызды жуамыз дейді. Достарың саған көмектесіп жатыр. Қоя ғой. Имран не айтқысы келіп тұр? Үйді тазалау керек. Дұрыс, сумен үйді тазалаймыз дейді. Өте тазалау үшін керек дейді. Аха, айта ғой. Гүлге су керек дейді. Өте дұрыс айтасың. Су болмаса не істейді? Я, құрап қалады. Өте дұрыс айтасың. Жақсы. Қоя қойыңдар. Барлығын онда тамшыларыңды өзенге құя қойыңдар. Су тіршілік көзі. Аяла оны жүрейік. Төгіп шашып бүлдірмейік. Әрқашанда табиғатты сүйейік. Қамқорлайық. Жарасын. Қараңдар, жаңа мұңайып тұрған тамшымыз көңілденіп салар еді. Себебі бұл сендердің жақсы балдар екендеріңді, табиғатты сүйетіндеріңді, суды босқа шашпайтындарыңды, қамқор болатындарыңды көріп қуанып тұр. Сендерге рахмет айтып тұр балалар. Қандай екен? Көңілді ма балалар? Бәрің де көңілденіп күліңдер кәне тамшыға. Қойды күліп жіберіңдер кәне. Тамшы сияқты күліңдер кәне. Осымен ұйымдастырған іс-әрекетіміз аяқталды балалар. Тамшымен қоштасайық. Сау болыңдар. Тағы да келіп тұрады сендерге. Жарайсыңдар. Рахмет балалар.